мафияның өзі ұйықтайды. Сөйтіп көшеге Audi жүргізушілер шығады. Audi егелері сабырлы, байсалды. Көшеде артыңа кеп тақалып фарт етпейді. Музыканы айғайлатып қойып жүрмейді. Көшені шаңдатпайды. Былайша айтқанда сиырдан серьезный. Өз кайфтері өзінде. Бірақта жігіттер сол қарапайымдылықтың артында бір қыр-сыр бар. Осындай қарапайым көлік, қарапайым конструкция сізге қандай жайлылық сезімін беретінін біз бүгін сізбен әңгімелесетін боламыз. Сіздермен бірге Abzik Motors. Жігіттер, бүгінгі обзорымыз жай ғана шолу емес. Егер де сіз S4 шанағындағы Audi 100 автокөлігін іздеп жүрсеңіз, ниеттеніп жүрсеңіз алуға, онда бұл видео дәл сізге арналады. Себебі біз бүгінгі видеомызда осы көліктің қозғалтқышы, подвескасы, коробкасы жайлы сіздермен мағлұмат беріп әңгімелесетін боламыз. Ал егер де сіз осы керемет көліктің егесі болсаңыз, онда тоқтай тұрыңыз. Сіз білмейтін көптеген қызықты фактілер, мағлұматтар туралы мен сіздермен бөлісетін боламын. Жігіттер, қазақ контентін қолдап, каналыма тіркеліп, пікір қалдырып, лайк басып, мені қолдап жіберсеңіздер, мен қуанышты боламын. Егер сізде осы Audi 100 автокөлігі болса, онда сізде қандай қозғалтқыштар, қандай артықшылықтар мен кемшіліктері бар, барлығын пікірге қалдырып кетейік. Ендеше кеттік. Нағыз еркекке өмірінде екі нәрсеге ренжуге болмайды деп айтады. Біріншісі ол сен әйелің, екіншісі көлігің. Себебі екеуінде сен өзің таңдап аласың. Audi 100 жүргізушілерінің бұл көлікке ренжіші жоқ деп ойлаймын. Себебі көлік 30 жылдан асып кеткен, күнделікті баратын жеріне барып келіп, ешқашан жолда қалдырмаған. Жігіттер, бүгін әкемнің көлігін айдап шықтым. Әкемнің айтуы бойынша бұл әлемдегі ең минусы жоқ көлік. Неге деп сұрасам, себебі кузов шірімейді, екіншісі қосалқы бөлшектері арзан, одан кейін жайлы, кең және комфортты жүріс береді деп айтады. Әрине ол кісінің сөздерімен мен келісем. Жалпы Audi-ға келетін болсақ, Audi туралы әңгімені мен бірінші кузовтан бастағым келеді. Сонау тарихқа сүйенетін болсақ, 90 жылдары Audi компаниясы дәл осы көлікке темір листтарын ала бастайды. Ол жай ғана темір листтар емес, жаңағы поставщиктер екі түрлі темір листтарын алып келеді. Ол біріншісі электрофорезді цинкталған, екіншісі ыстық оцинковка деп айтылады. Соның арқасында бұл көлік 34 пен 124-ші Mercedes-пен салыстырғанда өзінің ең үлкен плюстарының бірін береді. Ол яғни кузовы. Audi-да сол үшін кузов шірімейді. Ал енді тарихқа сүйенейік, достар. Цинктің жұмсақ болуы сонымен қатар Audi-дің сол кездегі технологияларының арқасында тіпті листтарды кескен кездің өзінде кесілген жерлерде цинкталған болып қалатын еді. Ал сол темірлерді жабыстыру жұмыстары контактылы сварка арқылы іске асады. Ол деген сөз бізге цинк қабатының бұзылмауына көмектеседі. Оның үстіне толық кузовты фосфаттау мен электрофорезді грунттауды қосатын болсақ, біз коррозияға смело төтеп беретін және сенімді кузовқа қол жеткіземіз. Кузовты проектлеу көптеген аэродинамикалық құбырдан өткізу жұмыстарының арқасында жасалды. S4 кузовындағы Audi-дің аэродинамикалық кедергісі 0,29, яғни өте керемет деңгейде. Ол бізге желдің шуы, жалпы дыбыс изоляциясының жақсы болуын және аз жанармай тұтынуға септігін тигізеді. Audi S4-ді жасау барысында 3D моделирование, математикалық есептеулер мен зерттеулер кеңінен жүргізілді. Соның арқасында алдыңғы селедкамен салыстырғанда кузов қаттылай түсті және көліктің қауіпсіздігі артты. Қапталдан келетін соққылардан қорғауға есікке балкалар орнатылды. Ал замоктары болса ауыр соққыдан кейін де есіктің ашылып, адамды оңай шығарып алатындай жағдай жасады. Audi S4-дің подвескасы, яғни ходовойына келсек. Әсіресе алдыңғы приводтарына тоқтала кетейін. Өз классындағы ең простой және ұзаққа шыдайтын подвеска болып есептелінеді. Бізде алдында Макферсон, алдыңғы подрамник үлкен. Алдыңғы полвойс пен салимблоктар өте үлкен размерлі және өте шыдамды болып келеді. Рычаг шарығымен бірге жүреді. Көлікпен қатты жылдамдықта тормоз бергенде немесе бұрылыстан өткенде алдыңғы дөңгелектер крыланың астына тиіп жатса,
рычагтың стабилизатормен байланысқан жерлерін тексеруге асығыңыз. Гайкасы босап кетпегеніне көз жеткізуіңіз керек. Себебі стабилизатор көліктің жүрісіне қатты әсерін береді. Дөңгелек өзінің жақсы жолда ұстауын жоғалтады және қатты жылдамдықтарда ісін асырға шауып кетуі әбден мүмкін. Артында жай ғана балка және элементтері де көп емес. Көптеген Audi S4 жүргізушілері жылдар бойы артына мән беріп қарамайды деп айтуға болады. Сол себепті көп Audilарда пружина, стойка, салимблоктар мен тіпті балканың өзі де "Мені ауыстыршы, братан" деп тұратын жағдайға жетеді. Audi'дің ходовойын жөндеуге көп ақша кетірмейсіз. Әсіресе көп рычагты подвескасы бар конкуренттермен салыстыратын болсам, әлдеқайда аз шығындаласыз. Жалпы ходовойға бір жақсылап ақша салсаңыз, сізге өте ұзақ уақыт жүріп береді. Тіпті ауыл арасы нашар жолдармен де. Көліктің салонына келетін болсақ, эргономикасы өте кең және ыңғайлы. Көліктің алдыңғы бөлігі де артыңғы бөлігі де өз классында ең үлкен болып саналады. Яғни 34-ші BMW мен және 124-ші Mercedes пен салыстырып отырмын бұл жерде. Жалпы жүріс кезінде сырттағы өзге дыбыстарды онша ести бермейсіз. Бұл көліктің тек жақсы аэродинамикасы ғана емес, және дыбыс изоляциясының да жақсы болғандығын білдіреді. Тағы да бір плюс, Audi'дің комплектациясына қарай салонда жоғары сапалы материалдарын қолданғанын байқаймыз. Кнопкалар мен басқару органдары 30 жыл болса да қатты желінбеген, краскалары ұшпаған. Осындай нәрселер ескі немістердің қандай сапалы болғандығын бізге бетімізге басып айтып береді. Панельдер приборына келсек жақсы оқылады, және салон эргономикасы да жоғары деңгейде. Жақсы комплектацияларда климат, кожа, ағаш элементтерінде байқай аламыз. Бұның барлығы әрине комфорт сезінуге өз плюстарын береді. Салон электрикасына көп әңгіме жоқ, себебі электрика мұнда көп емес. Жақсы қарап көңіл бөліп қойсаңыз, өз жұмысын ләмдемей атқарып жүре береді. Енді көліктің моторларына көшейік. Бензинді қозғалтқыштар моновпрыскты AAE моторынан басталады. Объемы 2 литр, 101 жылқының күшін береді. Бұл мотор ең сенімді варианттардың бірі. Дегенмен өздеріңіз білетіндей Audi S4-де жаман мотор жоқ. Барлығы жақсы деп айта аламын. AAE моторы ұзақ жүретін простой мотор іздейтін адамдарға арналған. Себебі бұл мотормен жылдам жүру, спорт деген сияқты нәрселерді түсіңізде көресіз. Одан кейінгі 2 литрлі 115 жылқының күшін беретін екі қозғалтқыш кетеді. Олар AAD және ADK моторлары. AAD моторы механикалық инжектормен жабдықталған. Уақыт өте келе арасында еркелеп, инжекторда проблемалар шығуы мүмкін. Кейбір адамдар механикалық инжекторды толығымен алып тастап, орнына электронды впрыск немесе карбюраторларды қойып алады. ABK мен AAD-ны айыру қиын емес. Капотты ашып, сол жақ бөлігіне қарап айыра аламыз. Халық арасында көп айтылатын паукты көрсеңіз, ол AAD моторы. Төрт цилиндрлі моторлардан 5 цилиндрлерге көшейік. Audi маркасымен қатты таныс емес адамдар 5 цилиндрлі моторларға күмәнмен қарайды. Бірақ та спорттық Audilардың тарихы дәл осы 5 цилиндрлі қозғалтқыштардан бастап алғанын бәрімізге мәлім. Простой халыққа арналған 5 цилиндрі Audi моторы AAR деп аталады. Қозғалтқыштың көлемі 2,3 литр. Осы моторды алатын болсаңыз, капотыңыздың астына 133 жылғы келіп орналасады. Жалпы Audi'дің ең шыдамды және сенімді моторларының бірі болып саналады. Тартысы да жаман емес. V6 қозғалтқыштарына қарағанда жанармайды да азырақ тұтынады. Оның үстіне дауысы да әдемі естіледі. Форсункалар мен жақсы конструкция бұл агрегаттың ұзақ уақыт жұмыс істеп беруін қамтамасыз етеді. AAR моторына жақсы қарасаңыз, миллионник статусында алатын мотор болып саналады. Май жеуде онша байқала бермейді. Колесадан S4 іздесеңіз, сізге көп кездесетін Audilер дәл осы мотормен болып шығады. Халық арасында 2-3 қозғалтқышын сенімсіз деп көп айтып жатамыз. Осындай әңгімелерді өзіңіз де көп еститін шығарсыз. Оның барлығы әрине механикалық впрысктың кесірінен.
Бірақ сіз түсінсеңіз, жаман деп айтудың себебі ол дозаторға келіп тіреледі. Бірақ мотордың өзі өте удачный шыққан деп айта аламын. Қазіргі уақытта бұндай впрыскты моторларды ретке келтіріп, настроить етіп, жақсы жөндейтін адамдар өте аз. Сол себепті көп адам бұл моторға жолақысы келмейді деп ойлаймын. Көптеген S-тооларға барып S4 2.3 деп айтсаңыз, басын ала қашатындар өте көп. Жақсы жөндей білетін танысыңыз болмаса, басқа моторларды қарастырайық. Көлемі 2.8 болатын AAH моторы. 6 цилиндрлі 12 клапанды қозғалтқыш 174 жылқының күшін береді. S4-дің шыққан кезінде бұл мотор толықтай жаңа өнім болатын. Ол кішігірім және жеңіл, небәрі 161 кг. Сол кездегі Ауdiдің айтуы бойынша салмағы мен беретін күшіне келгенде ең үздік моторлардың бірі болып табылған екен. 245 Нм моменті уже 3000 оборотта қолжетімді. 95 немесе 98 бензинді құятын болсаңыз, 255 Нм айналдыру моментін бере алады. Әр цилиндрге 2 ғана клапан болатын ескерсек, бұндай объемға өте керемет көрсеткіш болып саналады. Ұзындығы өзгеретін коллектор агрегаттың динамикалық көрсеткіштерінің артуына көмектеседі. Ол деген 4000 оборотқа дейін ауа ағыны ұзын каналмен жол тартады. Ол көбірек айналдыру моментін алу үшін керек. Ал 4000 обороттан кейін ауа ағыны қысқа жолға кетеді. Ол бізге сәйкесінше ат күшінің артуына келіп соғады. Бұл қозғалтқышқа жақсы күтіммен қарасақ, смело 500 000 км жүріп береді. Дәл осы көлікке қарап, не үшін ескі неміс автомобильдері әлі күнге дейін танымал екендігіне көз жеткіздім. Аға буын өкілдеріміз, әкелеріміз кезінде осы көлікті қатты армандаған, қалаған, олардың жүректерінен орын тапқан. Жігіттер, сізде дәл осындай Audi автомобиль болатын болса, артықшылықтары мен кемшіліктерін пікірге қалдырып кетіңіз, каналға жазылыңыз, лайк қалдырыңыз, қазақ контентін қолданыңыз. Сіздермен бірге болған Abzik Motors. Ендеше сау.